Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қазіргі таңда сұранысқа ие әрі трендтегі осында гендер пиньятаның жасалу технологиясын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп шығыңыздар. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақыттарда сіздерге өте пайдалы, ерекше сыйлықтардың жасалу техникасымен бөлісетін боламын. Видеоға комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге осындай форма қажет. Пластиковый. Бұл форманы мен кондитерский магазиннен алдым. Және де темперированный шоколад қажет. Мен ақ шоколад таңдаймын. Егер қаласаңыздар, шоколадты бояуларыңызға болады. Көгілдір және розовый түске бояп, әртүрлі қылдырып, жағып жасауларыңызға болады. Шоколадтың бояу техникасы менің каналымда бар. Шоколадты темперировать етудің де видеосы менің каналымда бар. Міндетті түрде тіркеліп алып, сол видеоларды қарауларыңызға болады. Сіздерге ыңғайлы болу үшін осы видеоның астына ссылкасын тастап кетемін. Форманы міндетті түрде қолданар алдында тазалап жуып және медицинский спиртпен сүртіп алыңыздар. Сол кезде шоколадыңыз жылтыр болып, әдемі болып шығатын болады. Осы шоколадты формаға құйып отырып, айналдырып отырып, жұқа бір слой жағып шығамыз. Шамамен бұл формаға менде 100-150 грамм шоколад кеткен болатын. Мен бір слой жұқалап жағып алам, жарты сағатқа холодильникке қойып қатырып алған соң, екінші слойды уже силиконовый лопаткамен жағып отырып, тағы да жарты сағатқа холодильникке қойып қатырып алып отырамын. Жетпеген жерлерін осындай силиконовый лопаткамен жағып жіберсеңіздер болады. Асықпай осылай шоколадты формаға жағалай жағып шығасыздар. Осылай форманың астынан ұрғылап жіберсеңіздер болады. Міне бізде бір слой шоколад жағылды. Енді формамызды холодильникке темперировать етуге жарты сағатқа қоя тұрамыз. Міне мен шоколадым уже 2 слой жағылды. Екінші слойды силиконовый лопаткамен жағып шыққан болатынмын. Содан кейін жарты сағат уақыт өтті. Холодильниктен алғаннан кейін осылай форманың жан-жағын босатамыз. Шоколадты өте абай болыңыздар, шоколад сынып кетуі мүмкін. Және де бұл киндер шоколад, яғни домалақ болып келгендіктен, ол басқа формалар сияқты оңай шықпайды. Өте ақырын жан-жағын бірінші босатып алып, осылай ақырындап қолыңызға міндетті түрде перчатка киіңіз. Және де осылай жанынан, бір жақ жанынан ұстап тұрып, айналдырып шығарамыз формадан. Сол кезде оңай шығады, сынбай. Көрдіңіз бе, шоколадымыздың сырты өте жылтыр, әдемі болып шықты. Бұл шоколадтың дұрыс темперировать етілген деген сөз. Енді астын жасаймыз. Ол үшін бізге осындай силиконовый коврик керек. Егер силиконовый коврик болмаса, пергаментный бумага төсесеңіз болады. Жалпы егерде түбін жасамаймын, астын жасамайым керек жоқ десеңіздер, жасамай қойсаңыздар болады. Бірақ мен соның жасалу техникасын сізге көрсетемін. Астын жасамай-ақ кондитерский подложкаға, торттың астына салатын подложкаға қойып жасай берсеңіздер болады. Осылайнан шоколадты дөңгелетіп шеңбер бойынша айналдырып құйып шығамыз. Сосын құйылған қалыпты ақырындап алып тастаймыз. Алып шетке қоя тұрамыз. Енді мынау шеңбердің ішін шоколадпен толтырамыз. Шоколадыңыз міндетті түрде темперированный болу керек. Сол кезде тез қататын болады. Қолда ерімейтін болып шығады. Осылай шпательдің көмегімен, немесе спатула болса, спатуланың көмегімен болмаса, силиконовый лопатканың көмегімен шоколадты жағып шығамыз.
Жағып болған соң холодильникке жарты сағатқа салып аламыз. Енді кендір пиньятаның ішін жасаймыз. Ол үшін мен осындай баланың жынысына сәйкес қылдырып, әріптерді шоколадтан құйып алдым. Шоколадты бояудың техникасы менің каналымда бар. Тіркеліп алып көрсеңіздер болады. Сіздерге ыңғайлы болу үшін осы видеоның астына ссылкасын тастап кетемін. Енді жаңаға жасалған түбін осылай коробкаға қойып аламыз да, осылай шоколадқа жағып отырып қойып шығамыз. Біз ішін толтырып болдық, осылай қарапайым қылдырып қана жасады. Бұл клиенттің сұрауы бойынша. Өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, әртүрлі молдтарды қолданып жасасаңыздар болады. Енді бетін жабамыз. Осылай бетіне шоколадты қойып, формамыздан қиылып алынған. Енді артық шоколадты пышақпен кесіп алып тастаймыз. Енді бетін әрлейміз. Ол үшін мен осындай топперлар алдым. Тоже кондитерский магазиннен сатып алдым. Өзіңіздің фантазияңызға қарай, жаңағы түрлі түсті шоколадтардан да жазуыңызға болады. Бұл топперларды мен артына шоколад жағып орналастырамын. Сол кезде олар тез қатып және орнынан қозғалмай тұратын болады. Міне осындай әдемі болып шықты. Фантазияңызды қосып, әртүрлі дизайн жасауыңызға болады. Интернеттен да дизайн түрлерін қарасаңыздар болады. Енді осы кендірдің жан-жағын әдемілейміз. Шоколадтар жағылып қалған жерлері бар. Және де фоны әдемі болу үшін маңайына наполнитель, бумажный наполнитель деп атады. Соны әдемілеп салып шығамыз. Бұл пиньятаны жару үшін осындай балға керек болады. Бұл балғаны мен фикс прайстан алдым. Және қазір бұл балғалар кондитерский магазиндарда да сатылады. Болмаса Вайберстан заказ беріп алдыртсаңыздар болады. Осы балғаның көмегімен пиньятаны жарып ішін көреді. Осымен біздің кендір пиньятамыз дайын. Өте әдемі, әсерлі болып шықты. Қазіргі таңда сұранысқа ие әрі трендтегі сыйлықтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, видеоның астына комментарийлерге жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.